Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Жаңаөзенде мұнай сервис компаниясының жұмысшылары ереуілге шықты. 29 қаңтар күні Жаңаөзендегі жаңа ереуіл бастау алды. Бұл жолы Кезбей мұнай сервистік компаниясының қызметкерлері өз талабын білдірді. Жұмысшылардың айтуынша 800-ге жуық адам жиналған. Ереуілшілердің бұрын жалақысын көбейтуді талап еткен. Басшылық 10% үстеме ақыға келіскен, ал жұмысшылар өз кірісін 50%-ға арттыруды көздеп отыр. Тағы бір талап, жағдайға жауапты деп санайтын бірнеше басшыларды жұмыстан шығару. Жұмысшылар компания ғимаратының жанында түнеп, ереуілді жалғастыруды көздейді. Бұған дейін West Oil Software жұмысшылары наразылық білдірген еді. Кезбей жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қазақстандықтар бұл компанияны жақсы білет. Былтыр 10 сәуірде Берәлі Маңғыстау компания жұмысшылары Астанадағы энергетика министрлігі ғимаратының жанына жиналған еді. Өзен мұнай-газ акционерлік қоғамы үшін Кезбей жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен конкурстық күресте мұнай сервистік қызметтерін орындауға арналған тендерден ұтылған. Соңғысы барлық 4 лотты алған. Наразылық білдірушілер акция орнынан кетпей, ақыры олар полицияға жеткізілген еді. Сол кезде Жаңаөзен әкімдігінде елордада ұсталғандарды босатуды талап еткен адамдар жинала бастаған. Қала көшелеріне Кезбей жауапкершілігі шектеулі серіктестік қызметкерлері де шыққан болатын.